Білім беру үдерісіне геймификацияны енгізудің практикалық үлгісі. Геймификация деген не? Анықтама. Геймификация бұл ойын элементтерін ойынға қатысы жоқ контекстке, яғни мысалы білім беру процесіне енгізу. Басты мақсаты оқушылардың ішкі мотивациясын арттыру, оқуға деген қызығушылығын ояту және күрделі тапсырмаларды орындау кезіндегі табандылығын нығайту. Негізгі принцип оқытуды қызықты және тәжірибеге айналдыру арқылы білімді жеңіл әрі тиімді игеруге жағдай жасау. Неліктен геймификация артықшылықтар мен білімге әсері? Біріншіден, ынтымақтастықты дамыту, кері байланысты жылдам алу, қатысу мен ішкі мотивацияны арттыру, қауіпсіз қателік жасау ортасы. Сәтті геймификацияның негізгі элементтері. Жалпы тиімді геймификацияның жүйесі келесі элементтерге негізделуде, солар оқушыларға қызықты және тартымды тәжірибе ұсынарлықтай болуы тиісті болып саналады. Олар бізде марапаттар және белгілер, badges, жетістіктерді мойындау және оқушыларды алға жылжуға ынталандыру үшін виртуалды немесе физикалық марапаттар беру. Екінші ол ұпайлар, яғни points. Оқушылар тапсырмаларды орындау және білімді көрсету үшін берілетін сандық көрсеткіш. Бұл прогресті өлшеудің қарапайым әдісі болып табылады. Және де оқушылардың оқу мотивациясын арттырады. Келесі бізде баяндау. Белгілі бір сюжетті, бір қызықты кейіпкерлерді сабаққа енгізсе, онда бұл оқушылардың оқиғаны бір белгілі бір бөлігі ретінде сезінуіне ықпал жасайды. Келесі бізде рейтингтер мен кестелер. Бұл оқушылардың жетістіктерін салыстыруға мүмкіндік беретін элемент болып табылады. Және де осы рейтингтер мен кестелер ол оқушылардың бәсекелестік қабілетін, бәсекелестік рухын арттырады. Келесі бізде деңгейлер, levels. Бұл оқу материалын оңайдан күрделіге қарай бөлу болып табылады. Әрбір деңгейді аяқтау бұл нақты мақсатқа жетуді білдіреді. Келесі бізде оқу механикасын оқуға біріктіру. Мысалы, ойын механикасы әртүрлі пәндер мен оқу форматтарына қарай енгізілуі мүмкін екенін қарастырайық. Мысалы, тарих сабағын еске алатын болсақ, онда біз тарихи квесттер жасай аламыз. Әр тақырыпты бір миссия ретінде ұсынамыз, және де оқушылар артефактілер жинайды және тарихи оқиғаның құпиясын ашу үшін басқа тақырыптарды шешеді. Осылайша олар сабаққа деген құлшынысы артады. Келесі мысалы химия пәнін алатын болсақ, онда бізде зертханалық батылдар деген виртуалды батылдық сынақтарын өткізуге болады. Бұл жерде қауіпсіздік ережелерін сақтаған және реакцияны дұрыс жүргізген оқушыларға арнайы алхимик деген белгілер беріледі. Келесі мысалы бізде шет тілі. Бұл жерде біз тілдік дуэльдер өткізсек болады. Яғни осы жаңа сөздерді немесе грамматиканы үйрену үшін қысқа мерзімді дуэль немесе блиц ойындарын қолдансақ, оқушылардың мотивациясы артады және дұрыс жауап берген сайын олардың ұпайлары жиналып, рейтингте жоғарылай түседі. Біз енді нақты жағдайды алып көрейік. Ол бізде математика сабағындағы математикалық батырлар ойыны. Бастауыш сыныптардағы математикаға арналған геймификацияланған жүйе, оның басты мақсаты есеп шығаруға деген қорқынышты жойып, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту. Сюжеттік желі. Әр оқушы математикалық батыр рөлін алады. Олар санау корольдігін зұлым формула қателерінен құтқаруы керек. Әрбір дұрыс шешілген есеп зұлым күштерге қарсы бір қадам. Ұпайлар есептің күрделілігіне байланысты кристалдар беріледі болады, сол бойынша есептеледі. Деңгейлер, мысалы, бірінші деңгей ол бізде жаңа батыр, екінші деңгей ол бізде тәжірибелі қорғаушы, ал үшінші деңгей бізде данышпан батыр деп аталса болады. Марапаттар, 90 соңындағы корольді құтқарушы атағын оқушылар ұтып алады және нақты сыйлықтарға ие болады. Келесі бізде математикалық батырлар ойынының нәтижелерімен кері байланыс. Жалпы бұл жүйенің енгізілуі оқушылардың академиялық көрсеткіштері мен эмоционалды қатысуына айтарлықтай әсер етті. Мысалы, нәтижесінде бізде 25% оқу үлгерімінің өсуі байқалды. 15% сабаққа қатысудың мөлшері көбейді және де 90% позитивті кері байланыс берілді. Талдау көрсеткенде ең маңызды өзгеріс ол оқушылардың сәтсіздікке деген көзқарасының өзгерісі. Олар қатені ойынды қайта бастау мүмкіндігі ретінде қабылдап, оқудан бас тартпай оқиды. Геймификацияны енгізудегі қиындықтар мен оларды шешу жолдары. Жалпы геймификацияны тиімді енгізу кезінде мұғалімдер мен әкімшілер кездесетін негізгі кедергілерді және оларды еңсеру стратегияларын ұсынамыз. Бірінші, бізде қиындықтардың біріншісі ол дизайнға көп уақыт кетуі мүмкін. Мысалы, геймификация жүйесін жасап, сол геймификация ойынды құрастырған кезде сол
бұл мұғалімнің арнайы дайындығымен көптеген уақытты алуы мүмкін. Бұның шешімі қарапайым құралдарды қолдану. Мысалы, Google Classroom, Kahoot немесе ClassDojo сияқты дайын қарапайым платформаларды пайдалану арқылы уақытты үнемдесек болады. Келесі ол бізде қиындық, бәсекелестікке шамадан тыс көңіл бөлу. Кейбір оқушылар рейтингтерге деген қысымды сезініп, мотивациясы көтерілудің орнына түсіп кетуі мүмкін. Бұның шешімі ол жеке прогреске назар аудару, жеке жетістіктерді және командалық марапаттарды бағалауға басымдық беру, әр оқушының өткен нәтижелерін салыстыру. Келесі қиындық ол бізде ойын элементтерін оқу мақсатымен біріктіру. Ойын тек сабақ ойын-сауыққа айналып, ал оқу мақсаттары, білім беру процесі екінші бір орынға ығысып кетуі мүмкін. Бұның шешімі бұл ойын мен контентті теңестіру, марапаттар мен деңгейлерді тікелей оқу нәтижелеріне және мазмұнды игеруіне байланыстыру. Студенттерді ынталандыру және оқуға тарту стратегиялары. Ол біріншісі әлеуметтік байланысты қолдану, екіншісі таңдау еркіндігін ұсыну, үшіншісі қызықты қиындықтар қою, ал төртіншісі жекелендірілген аватарлар. Қорытындылай келе, геймификация білім берудің болашағы. Геймификацияны бір реттік акция емес, үздіксіз оқу процесінің ажырамас бөлігі ретінде қарастыру керек, және де ойын элементтерін оқу мақсаттарымен тығыз байланыстыруды қамтамасыз ету керек. Жүйенің тиімділігін үнемі бақылап, оқушылардан алынған кері байланыс нәтижесінде оқу процесін, білім беру процесін, дидактикалық процесті үнемі жетілдіріп отыру керек, және де мұғалімдердің геймификацияны жобалау және басқару дағдыларын арттыруға инвестиция құюдан аямау керек. Назарларыңызға рахмет.